Міне достар, біз этажерканы жасау үшін молдты дайындап жатырмыз. Ол үшін бірінші үстінде шаң тозаң қыл кетпеу үшін скотчпен әдемілеп тазалап аламыз. Себебі смола құйған кезде шаң тозаңмен бірге қатып қалса әдемі көрінбей қалады. Бүгін біз этажерканы 3 этажды емес 2 этажды қылып жасайтын боламыз. Ол үшін 2 этажды жасау үшін бізге 200 грамм смола, 100 грамм отвердитель керек. Бірінші біз 100 граммды ғана өлшеп аламыз, себебі шет-шетін ақ түсті етеміз. Тура соның тең жартысы етіп отвердительді өлшеп алатын боламыз. Естеріңізде болсын, егер де сіздердің смолаларыңыз 100 грамм болса, тура соның тең жартысы отвердитель болуы керек. Егер де отвердитель сіздерде кішкене көбірек болып кететін болса, онда тағы да кішкене смола қосыңыздар. Себебі отвердитель көп болса, онда ыдыс қолға жабыса беретін болады, яғни толық кеппейтін болады. Кейде болады, өлшеп жатқан кезде 1 грамм, 2 грамм кішкене отвердитель асып кететін кездер болады. Ондай болса, тағы да кішкене смоладан сонша грамм қосып жіберіңіздер. Екі компонентті жақсылап тұрып араластыру керек. Екеуі бірін-біріне сіңбесе, онда жабысуы қиынырақ болады. Енді біз шетіне ақ түсті етеміз. Сондықтан да ақ краскадан қосасыздар. Кішкене араластырып отырып қарайсыздар өздеріңіз. Егер де қатты ақ болғанын, қою ақ болғанын қаласаңыздар, онда капляны көбірек қосасыздар. Егер кішкене ақшылдау, прозрачный болған қаласаңыздар, онда ақ түсті сіздер азырақ қосасыздар деген сөз. Ақ түсті қосқаннан кейін де жақсылап араластырасыздар. Смола барлығын бірге 3 минут пен 5 минут аралығында араластырғандарыңыз жақсырақ болады. Енді араластырып болғаннан кейін таяқшаны толық тазартып аласыздар, шет-шетіне жағып, өйткені бізде артық краскалар қалып кетпеу керек, барлығы ақшамен келген дүние. Енді құятын кезде сіздер стаканның басын үшкірлеп аласыздар, кішкене, чтобы смола толығымен бірдестен құйылып кетпеу үшін. Үшкірлеп аласыздар да шет-шетіне жағып шығасыздар. Бұны біз ақ түс қылып алдым мысал ретінде. Сіздер көк түс қылып алсаңыздар болады, алтын түсті қылып алыңыздар, жасыл қылып алыңыздар, қызыл қылып алыңыздар. Қандай түс көңілдеріңізге ұнап тұр, сол түсті отвердитель мен смоланы үшеуін араластырып, осылай шет-шетіне құйып шықсаңыздар болады. Яғни біз 100 грамм смолаға 2 молдқа құйып отырмыз. Яғни 100 грамм смоланы қалған түстеріңізбен араластырып, 2 формаға құйып шығасыздар жақсылап. Шет-шетіне ғана құйыңыздар, себебі смола өзі жайлап ортаға қарай қазір жинала бастайды. Ішінде краскаларыңыз қалып кетпесін, ыдыстың ішінде краскаларыңыз қалып кетпесін, барлығын молдың үстіне тазалап құйыңыздар. Міне ыдыстың ішінде ешқандай краска қалдырмай барлығын құйып алғаннан кейін жаңа стаканымызды алып, таразға 0-ға алып барып, таразына қайттан 100 грамм смоланы өлшеп құйып аласыздар. Және де 100 граммның тең жартысы 50 грамм отвердительді өлшеп тоже құйып аласыздар. Енді отвердительді құямыз. Құйғаннан кейін жақсылап 2 компонентті 3 минут пен 5 минут аралығында араластыру керек. Тағы да ескертемін, отвердитель көп болып кетпеуі керек. Егер отвердитель көп болатын болса, ыдыс кепкен кезде бетін ұстап көрсеңіздер, қолдарыңызға кішкене жабысатын болып қалады. Сондықтан да отвердитель аз болса болсын 50 граммнан, но көп болмауы керек. Егер де случайно көп болып кеткен жағдайда, онда кішкене тағы да смола қосып жібересіздер. Міне астынан үстіне қарай дөңгелектеп барлық компонентті екеуін жақсылап бірін-бірімен араластыру керек. Жақсылап араласпаса, онда ыдыстарыңыз қолға жабысатын болып қалады. Осы смола мен отвердитель екеуін араластырып, ортасына құйып шығамыз, ортасына дөңгелектетіп құямыз. Ақ түсті өзі жайлап артқа қарай итеретін болады. Прозрачный смоламызды құйып алдық. Ішінде қалып кетпесін, жақсылап, сығып, тазалап, барлығын толығымен құйып алыңыздар. Одноразовый стаканды сразу лақтырып отырыңыздар, себебі жан-жақта төгіліп, ішінде былғап жібереді. Ішінде қалып кетпесін, осылай барлығын құйып аламыз. Құйып алғаннан кейін енді бізде ортасында сары түсті, яғни алтын түсті листовая паталімізді қоямыз. Видеода көрсетілгенде кішкене үстін басып жүрсеңіздер, өзі майдаланатын болады. Көбісі сұрайды, оны қырқып алып себе ма үстіне деп, жоқ, осы күйінше, бүтін күйінше әкеп қоясыздар үстіне, және басып жүрсеңіздер, өзі майдаланады.
міне өйстіп майдалап алғаннан кейін қалағандарыңызша әсемдей берсеңіздер болады. Ана кішкене шет жағына ақтары жиналып қалады, сондықтан мен оны кішкене тартып жатырмын ортаға қарай келсін деп. Сіздер фенмен істеп жүрсеңіздер болады. Қалағаныңызша узормен істесеңіздер болады. Түзу, ирелек, дөңгелек, ортаға қарай алып келсеңіздер болады. Кепкен кезде бұл өте әдемі болып кебетін болады. Және де ортасындағы листовая патальды тоже шетке қарай жинап қоюға болады, немесе бір шетке қарай жинап қоюға болады, жайып қоюға болады, немесе ортасына жай ғана жинап қойсаңыздар да болады. Көңілдеріңіз қалай қалап тұр, солай жасасаңыздар болады. Смоламен жұмыс жасау өте қызықты, қалағаныңызша жасасаңыздар болады. Қалай істесеңіздер де ол кепкен кезде әдемі болып кебетін болады. Міне екіншісіне де листовая патальды қойып, кішкене үстінен басып жіберсеңіздер майда болып майдаланады. Оны шетке қарай қойсаңыздар болады. Бұл патальды жүрек қылып қойсаңыздар болады, дөңгелек қылып қойыңыздар, гүл қылып қойыңыздар. Фантазияларыңызға байланысты әртүрлі етіп ортаға қоюға болады. Шетіндегі ақты дәл осылай дөңгелек қылып қалдыруға да болады, немесе үлкен молдта тұрған сияқты ирелек қылып қоюға болады, немесе түзу сызықтар қылып қойсаңыздар болады, немесе дөңгелек етіп қойсаңыздар болады, немесе ақты сол күйінше дөңгелек қылып қатырып қойсаңыздар да болады. Міне өйстіп листовая патальды жайып қоюға да болады. Ортаға жинап қойсаңыздар да болады. Кейбір адамдар жүрек қылып қояды, біреулер деген гүл қылып сурет салып қояды. Міне осылай ішіндегі ағын жайып жіберсеңіздер, ол кепкен кезде ирелек болып кебетін болады. Және үстіндегі кішкене түйіршік дөңгелектердің қалып кетпеу үшін үстін зажигалкамен бір жүріп өтесіздер. Міне бұны енді 2 сағатқа қалдырамыз. Үстінен жүріп өтесіздер. Жүріп өткеннен кейін ескерту. Одан кейін ана жерін жөндей салайын, немесе ортасындағы сарыны былай жылжыта салайын деген болмайды. Зажигалкамен бір жүріп өттіңіз, болды, солай қалу керек. Себебі форма соны ұстап қалады. Міне 2 сағат тұрды, кепті, жанын біз деген бояп алдық. Жан-жағын боясаңыздар да болады, немесе боямасаңыздар да болады. Бұны жидкий патальмен бояп алдық. Енді осылай құрастыратын боламыз. Бұл 2 этажды болды, 3 этажды қылып істеуге де болады. 2 этажды қылсаңыздар, тағы да айтып өтейін, 200 грамм ғана смола кетеді. Ал 3 этажды қылатын болсаңыздар, 250 смола кетеді, барлығын қосқанда. Міне біздің этажеркамыз дайын болды, өте әдемі болды.